Мен осы жылы Польшада колледждің 2-ші курсын бітіріп жатырмын. Ал 2 жыл бұрын Қазақстанда сабақтан қашып жүрген бала едім. Мен бұған қалай жеттім? Мен 9-шы сынып оқып жүрген кезде ата-анам маған Польшаға баруды ұсынған еді. Мен оны сол кезде қалжың деп қабылдап, яди салғанмын. Сол келесі айдан бастап біз Польшаға баруға документтер жинастыра бастадық. Солай мен 2023 жылдың сентябрінде осы Польшаға оқуға келдім. Мен ең басында келетін кезде қатты Европаға баратырмын деген сезім болмады. Мен оны тек ұшақтан түскен кезде Қазақстанда емес екенімді сезіндім. Қазақстанға қимастық сағыныштық болғанмен оңай келдім, бірақ басында келгенде өте қиын болды. Оның себебі менің тіл үйренбей келгенім, бұл жақтағы менталитеттің басқашалығы, менің сол жай адамдармен араласа алмағаным да. Бірақ қанша қиыншылықтар болса да, менің осындай келген жолым болды деп есептеймін. Себебі мен оқитын колледжде басқа да қазақтар көп болды. Солар 1-ші курста келген кезде бізге көмектесіп, магазиндерді көрсетіп, апайлармен сөйлестіріп, таныстырып, бәрін үйреткен болады. Соның арқасында үйренісу оңай болды. Бірақ оның да бір жаман жағы болды. Себебі мен тек қазақи ортада қалғандықтан поляк тілін тез үйрене алмадым. Осы қазақи ортадан өзіме ыңғайлы жерде тұрып алып, қатты үйренуге мотивация болмады. Польшаға келгендегі менің сол ең үлкен қиындығым және қателігім тіл деп есептеймін. Сабақта отырып біреу саған сабақ айтқанда бетіне мылқау тәрізді қарап тұру, ол өте жаман сезім. Немесе басқалар, кластарыңдағы балалар, класстастарың бір-бірімен сөйлесіп тұрғанда сен көрінбейтін қабырғаны сезесің. Одан сен тіл түсінбегендіктен шыға алмайсың. Олардың не айтқанын контекстіне кіріп түсіне алмайсың. Сол жері басында келгенде, қазір де өте қиын. Мен және тағы да бір балаларды білемін, осы Европаға оқуға келіп, бірақ оқу орнындағы жалғыз қазақ болып қалып, сол жақтағы жалғыздықтан үйренісе алмағандықтан қайтадан Қазақстанға қайтып кеткен. Польшада колледжге 8-ші класстан кейін түседі. Сондықтан маған 9-ші класс бітіріп келген соң, бұл жақтағы 1-ші курс, 2-ші курста өте оңай болды. Маған қиын болған жауабын біліп тұрсам да айта алмайтыным ол тілден ғана болды. Атап өтерлік зат ол математика. Қазақстанның математикасы мен Польшаның математикасының қиыншылығы, сапасы келмейді. Қазақстандікі кәдімгідей жоғары. Мен сол Қазақстандағы оқығаным арқылы осы жақта әлі қиналған жоқпын. Сондықтан менің класстастарымның жас кішілігі де, менталитеттің өзгешелігі де менің тілді дұрыс білмей араласа алмауымда қатты білінеді. Польшада бағалар біздегі сияқты 2-ден 5-ке дейін емес, бұларда 1 балдан 6 балға дейін болады. Бұлар көбінесе 5 балды қолданады, ал егер өте жақсы болса 6 бал қосылады. Мен Қазақстанда толық 4 пен 5-ке оқып келген бала тіл білмегендіктен 1-ші жылы 2 мен 3-ке ғана оқыдым. Оның өзін қиналып, бірден жөндеп. Бұларда ең маңызды зат баға емес, көбінесе успеваемость, фреквенция дейді. Ол біздің сабаққа қатысуымыз, ол міндетті түрде 60%-тен жоғары болу керек. Ал егер 60-тан түсіп 50-нің арасында болса, уже спорно келесі жылға қалып қалуы мүмкін. Осылай қалып қалған балалар да көп, мен де қалып қала жаздағам. Бұлардың барлығы оқу жүйесіне жақсы енгізілген. Барлық колледжде өздерінің дневниктен программалар болады. Әр қосымша, әр сабақ барлығы жазылып тұрады. Ол жердің өзінің бөлек фишкалары да көп. Бір-бірімен тығыз араласады. Ал егер ақша жағына келетін болсақ, бұл жақта өте қатты айырмашылық жоқ, бірақ не дегенмен қымбатырақ. Бұл жерде Қазақстаннан бір 20-дан 50%-ға дейін қымбатырақ шығады. Мен студент болғандықтан қазірше жұмыс істеп жүрген жоқпын. Мен студент болғандықтан қазірше жұмыс істемеймін, ақшаны ата-анам жүреді, сондықтан барынша үнемдеп істету керек. Мен үнемдеткеннің өзінде бір айға 700-800 злотықтай шығады. Мен мысалға айына 500 злотық общагаға, күніне 5 злотық сабақ кезінде тамаққа, және аптасына 20 злотық продуктыға кетеді. Бұл минимум. Және ай сайын алатын телефонға интернет салу керек. Өзіміздің кейде тәтті жегіміз келіп қалады, тағы да бірдеңе спонтанные покупки. Және мен спорт питание аламын 2-3 айда бір рет. Соларды қосқанда 700-800 злотықтай шығады айына.
Ал егер жұмыс туралы келсек, бұл жақта жұмыс істейтін қазақтар көп. Және заң бойынша бекітілген минимальный бір сағаттық оплата 28 злотых. Ол налогпен, студенческий, ең соңында 100% ЖБ қолға 23 злотых тиеді, 23-22 злотых тиеді бір сағатына. Бұл жерде каникул кезінде басқа жерлерге барып жұмыс істеп келуге болады. Тек қана Польшада емес, Германияға барып, Австрияға барып жұмыс істеп келуге болады. Айтпақшы, біздің колледж Польшаның бір кішігірім қаласында орналасқанымен, бұл жерде практикаға, мысалға біз Австрияға, Германияға, Венгрияға бара аламыз. Мысалға, алдыңғы жылы конкурспен 20 шақты бала Австрияға барып практикасын орындап келді. Менің айтарым, егер сіздерде мүмкіндік болса, шетелге шығу керек. Оның айтарлық плюстары өте көп. Мысалға, адам шетелге шыққан соң ой өзгереді, басқа мәдениет, басқа адамдармен бетпе-бет кездеседі. Адам мүлде қарама-қарсы білмеген заттарын көруі мүмкін. Ол адамның ойын өзгертеді. Және басқаларды көруді емес, басқа мемлекетте өзің жалғыз қалғанда сен өзіңді де тани бастайсың. Бұл сенің өсуіңе, дамуыңа көп әсер етеді. Шетелде оқыған адамға жаңа мүмкіндіктер, жаңа есіктер ашылады, жаңа байланыстар шығуы мүмкін. Шетелге шыққанда сен түрлі адамдарды кездестіресің, және сен әр өзге адамды кездестірген сайын сенің көзқарасың ұлғая бастайды. Және шетелге шыққан адам өзінің еліне сырттан қарай алады. Салыстырмалы түрде сен Қазақстанның қандай дәрежеде екенін, қай жері ұнайды, ұнамайды, соның бәрін білетін боласың. Мен өзім осы шетелге шыққаннан кейін Қазақстанды барынша бағалай бастадым. Әр күннің жауыны мен ыстығы, тамағы бәрін өте сағынасың. Европаға келу, ол біз ойлағандай қиын емес. Оған тек ақша мен бос уақыт болса ғана жетеді. Қазір Қазақстанда көптеген агенттіктер бар, адамдарды жұмысқа жіберетін, оқуға жіберетін. Мен мысалға солардың біреуімен оқуға келдім. Мен Польшаға шыққаннан кейін самостоятельный болуды үйрендім. Ақшаны дұрыс қолдануды, түрлі стресстік жағдай солардан шығуды. Мен осында келіп, өзімді өстім деп есептеймін. Қазір менің жасым 17-де, мен 15 жасымда келсем, осы 2 жылда өстім деп есептеймін. Және де ең маңыздысы, мен осында келіп, өзіме жауапкершілік алуды үйрендім. Егер мен өзім бір әрекет жасасам, соған өзімнің жауап беретінімді білемін. Және мен Қазақстаннан бөлек басқа ел бар екен, басқаша мүлде бізге ұқсамайтын адамдар бар екен, олардың көзқарасы бар екенін түсіндім. Мен бұл видеода жай өзім туралы бөліскім келді. Егер сізге осы видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылып кетсеңіз болады. Егер шетелде оқығың келсе, бұл видео сенің алғашқы қадамың болсын. Алғаш рет Польшаға келгенде менде ожидание шындық болып қалды. Мен бұл жерде үлкен қала, Европаның центрі деп ойладым. Міне, мен осындай кішкентай ғана қалашықта оқимын.